Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін баннофи пай дайындайтын боламыз. Видеоны қарап, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға сахарный пудраны қосып, одан кейін қаймақтың проценті маңызды емес. Және де бөлме температурасындағы май 82%. Одан кейін разрыхителімізді салып, жақсылап крошка болғанша араластырамыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап, көз мөлшермен самай таразыға салып өлшеп жасасаңыздар, пирогтарыңыз жақсы шығатын болады. Осылай қамырымызды дайындап болғаннан кейін пленкамызға салып, холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Одан кейін жарты сағаттан кейін қалыбымызға осылай жайғастыратын боламыз. Менің қалыбым кішкентай болып қалды. Бұдан да үлкен қалыпқа жасасаңыздар, пирогтарыңыз жақсы шығады. Осылай барлығын жайғастырып болғаннан кейін үстінен вилкамен тесіп шығамыз. Осылай барлығын тесіп болғаннан кейін қызып тұрған алдын ала пешімізге 180 градусқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Өте тез піседі. Пісіп әбден суығаннан кейін барып, осылай вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Барлығын жағып шыққаннан кейін 1-2 банан қоссаңыздар болады. Менікі кішкентай болғаннан кейін маған 1,5 банан кетті. Барлығын турап пирогымыздың бетіне жайғастырып шығамыз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағам түрлері, пирогтар, самса, салаттар бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Қазақ тілі арнаның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Банандарымызды жайғастырып алғаннан кейін бетіне кремін дайындайтын боламыз. Салқын сливкемен сахарный пудраны қосып, жақсылап қою болғанша араластырамыз. Дайын болған кремімізді кондитерский мешокқа құйып, өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп салсаңыздар болады бетіне. Өте дәмді пирог, жұмсақ, қонақтарыңызға да ұялмай ұсына бересіздер. Өте тез желініп кететін пирогтардың бірі. Барлығын осылай кремімізді құйып шыққаннан кейін бетіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша какао сеп қойсаңыздар да болады. Осылай менің пирогым дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.